Мына екінші час. Біз отырғық уже, бірақ 44 кетіп жатыр. Походу бастай берейік. 2-ден 44 кеткен кезде түсеміз. 45 кеткенде түсеміз, иә? Кампит. Скотч әкеш. Бос, үйгересің. Қанша кетті? 44. 45 кетіп қалды уже. Бәрі 46 бар. 47. Таму керек. Иә, осылай оқып қоямыз қанша. Ол тез. Тұр екен ғой. Үйгересің 45 кетті. Қайшы біз похуй түспен істей саламыз. Ол егерде 45 кеткенде. Төбеге жабыстырып қоямыз телефонды. Иә, сосын. Күшті болады бізде. Қызық болмақшы. Иә? Біз екі кесе бүкілін әкеп алғанбыз ғой достар. Біз негізі кружка әкелейін деп тұрғанбыз. Бірақ кружка сумкалар дедім ойладым. Төбеден түсіреміз короче. Ұстай тұрам. Ұстай тұр, иә. Тағы сізге жабысып жүрмек. Көтеретін сияқты. Бірақ сіз. Бірақ түсқаса қайтадан сіз алыңыз өткен. Скотч бар ғой. Болды. Осы бұлар. Жоқ қояқ. Кеп қалар. Ош. Сәбілі тоғырсын. Мына шетке қарай. Болды, мен жәлчікке қойдым телефонымда қача жей тұрамыз. Мына кино көруге бөледі. Кино бар ғой жетігіл. Бірақ ол мекінде ғой. Жетігіл қосысынымыз. Мынаны қай тұсқа қоямыз? Бірінші қайсын жейміз? Мынаған қоямыз өткен мұна бәуі. Мынаған кішкентай. Бірінші қайсын жейміз осы үшеуіне. Немесе алаған. Әлі дұрыс жемей тұратыр яқта, ойна қояқта. Қайын ашқандай жейміз. Қайын ашқанда ма? Мұна біреуін алып жей бер өзін. Кішкентайын жейік та? Мен қайын, иә, жей бер. Мен қайын просто тоқ. Екеуін шетке жинақ қалса. Неға жемейді деп ойлап қалмаңды. Мен мұна жетіме ұшық кеткен. Дұрыс жемай ешнәрсе жемай үшін. Суды ше нағын қойып Иә. Нағын шашайын. Оны нағын қойып компьютердің ағын салып. Сәл өртістіріп қойып. Ебақ стакан өте дәу ол. Телефонда телеграм бар ма? Бізде көрейші. Бар ау деймін. Мысыр шелекті әкеш. Мысыр шелек. Қақтағы? Аны пакетше. Қаққадыр? Телеграм. Жартын салат тұрамасыңыз. Толып кетті әтпесе ол жоқ. Челеқа қоятырайын сен қасыңа. Өткен артық қасына сен жей бересің. Болған жағдайымыз айтып жей берейік. Жей берейік. Біз ютубтан көре саламыз. Не? Бұл нәрселер бар ғой ютубта. Ютубтан не көреміз? Телеграм. Атын не деп қойсақ болады екен? Асыңызбен жоқ айына деп қойсақ. Асыңызбен айына не төсекте отық. Кроват. 2 сағат бойы диванның үстінде. Тауып қойдық қой біз. Бірден есімізге келген я дей береміз. Мысыр дәмді ғой. Мұна жегенде де болса айтыңдар. Күшті дәм. Осының дәмі зор ғой енді. Осында мынадам көп бар ше. Мінді. Дикте мұндай андай қоқымы жоқтарды қояқшы. Көзіміз істел сөйтеміз. Штоқа бәрін жоқ қоймаймыз. Тәбе көшпен аяу сияқты. Біз осылай ке қандай блог түсірейік айтық. Комментке жазып кетіңіздер. Өбі аяқ шығып кетті. Аяқ шыға береді бірақ. Аяқ шыға береді бірақ түсіріп қойды. Біз жер түсіп жатыр ғой. Мына біздің светтер. Зор ғой енді мұнан дәмді. Боянамыз, шашымызды үтіктейміз. Біздің мусор шелегіміз. Әзірше уақытша мусор шелек. Мұны боянатын заттың ұшы. Тіме алатымен жөйді өткені. Жолға шығып бартқанда осыны алып кете саламын мен. Мынандай қалай боясақ болады.
қалай байласақ болады? Болмайды. Қыстырғыш болғанда, иә. Неше кетті? Игересі ба? 49 кетті. Қалай қыстырғыш әкелерсің? Скотч жасақ. Олайды. Сол. Миымыздың неғып қатып отыр. Соға айтыз. Игересін деп қоясың, сен сол. Дұрыс жағын неғып көрсетіп. Yok doğrusu. Түсім. Достар, байынша кім жатып операция істеді деген. Мен істетпен Қорқынышты. Я операция деген. Достар, қорқып кетеді көтілдір дейді. мен қорқып әрең дегенде істегем. Кішкене Сен дәріс укол салды ба? Я? Укол салады ғой. Ұйықтап жатсың, тым сезімді ғой. Сен айтса үлкендерді ояу жатқызады ғой. Тазға толғанда мені Россияға барып істедім деген. Әжеден шын байыншаның Астанада байыншаның өзі андай бір қалаға апарып қолын істетпесеңіз, біз бұл жақта істете алмаймыз деп. Мен тыңдап тұрғам деп есіктен Астанада сөйтіп айтқан. Емдетуге барғанда. Сөйтіп мақұл деді. Әже қайқа барамыз деп шыққаннан кейін мен айтқаннан кейін, иә. Еш жаққа бармаймыз. Әшең сен қолыңда айтып қалмын ғой деп отыр. Әдей мен қорықпау үшін ғой. Әже білесің ғой. Мотор сөйлеуіміз дайын. Мен жерге төзе тұрақшы. Құқым түсіп отыр. Мә қатты дәу екен, ә? Астанадан келген ғой. Біз уақытта сөйлесе тұрамыз. Телефон қойқастан өткен мен чайчикте тұр. Су ішесің ба? Сөйлеп кеттік қайтпесе де. Қаға қоямыз. Бұл жаққа қосқа қоямыз. Мына пирамиданың үстіне қойып қоямыз. Біз 1,5 литрлік су құйып алдық. Біз просто су алуға ақшамыз жетпей қалды. Осының өзінде 1145 теңге шықты. Иә. 55 теңге артық қалды. Жасымның 50 теңгелік не әпердім? Лупей, сосын өзіме. Мә, айтыңдаршы, мұна шынымен бүкіл жеп көрген түндері. Шынымен айтыңдаршы. 5 теңгені қара кетіп қалмай сәбіресі. 5 теңге боқта келмейді қазір. Сын ғой, ә? Сын ғана отыр. Мына жет. Көрінбей тұр ғой қазір дұрыс. Поғыр. Мен үйреніп қалыпсың. Мен де ғой. Қаны бір түрлі бірақтаймын ше. Бәр адамның қаны бір түрлі болады. Мен түсім қозғалып тұр ше. Сен мен айтса, алма жесе бір түсім ғана береді. Достар, кімдікі сондай. Тісім ауырады, тісім жуам деп тісімді қайнатып алғам ғой. Ой, бұл. Басқасын ашамыз ба? Ашамыз. Мен оған шейін. Бір Көзін деп бояп отырады. Бір нәрсе көзіме көрініп тұр да. Ашым. Деп көзімді. Қойсана ара. Мен мектеп кезінде айтты, мен мектепте күнде осындай не алып алатын то. Ол жақта қанша деп ойлайсың? Кешке. 50-75. Мұнаны мен білесіздер ма? Өзім кішкентай кезімде ойнайтынмын деймін да. Мұны деп басамда ортасында. Осындай біздің мектепте ішінде. Айтайыншы мен, е? Айтыңызшы. Осындай біздің мектепте 80 теңге ішінде көп тұрады. Ойлаңдаршы, сен ақ теңге ғой. Мына бүкіл боянатын затын бүкіл менікі. Мына реткі. Мына оригиналмыз ба? Е? Білмеймін де. Әйтеуір, мен деп істеймін. Оригинал болмаса да күшті шығады менікі. Өзіме өткен мұна кірпігімде ғой. Қалай 16 теңге? 69 мың.
Достар, мен кірпігімді істер. Бірақ шынымен өмірде 60 теңге жоқ. Я Бұндай бұл ақша. өтірік қой. Мына. Осындай да карточка. Ойынның жартысына келгенде ойнаймыз. Иә. Сағат 1:30-да. Ішіміз пісіп жатқанда сол кезде. Су ішіліп көп. Міне. Сен боямай қойшы. Боямасаң да үлкен ғой. Мен маған бояғы болады. Мен кірпігім кішкентай. Маманка деп алып. Еще мама деп алған ғой бұны. Деп істейтін жетке. Деп домалақ қылып алған ғой. Мен кірпігім қалған күшті болады. Қазір асты да ұзын. Кірпік бояған өзі. Бір кішкене қыздыкіне Қытайдағы мұндай ғой біреудікі. Деп көзін ашамайды ғой. Мен бұл былай істейінді ше мен ұзын қыламын, төбесін ғана ше, асты істемеймін вообще. Астын ұнатпаймын. Мен де астын ұнатпаймын. Төбесі ұнайды бүкілімізге ұнайтын шығар мейлі. Бірақ жартысын ұнамайды. Не төбе, не асты деп атпаңдар, кірпік мынандай төбесі, сосын асты ғой. Бізге асты ұнамайды деп атық. Үсті ұнайды. 11 минут болды, неше отсат. 26 кетті. Боянатын түрін көрсетейін. Мен дұрыс боянамайтын адам, мал ұқсап боянатын бар енді. Достар, Ап қойық та. шындағыңызды айтыңдар. Ойбай, ап қояқ дейді ғой. Соңғы қоңырауда кім жылады? Бершті да мен Қытайда бүйтеді ғой. Айна жаққа қарап отырыш, айнаны көріп қойыш. Орын алсақ құрсын. Жай, су төгіліп кетер тағы. Суlarımızı da avsırsaş. Pornoya avsırsalar kımanda seni. Evet. Daha travesini sen özüne aktarı. Ya ayna qarab boyan olaydı yatırım. Boyana bir. Kaçılan değil. Yeter olsanız boğal takçı. Ne dostları sen tabii. Өз көзіме өзім сене алмай тұрмын ғой құрсын достар. Biz bunday өмірімізде істеп көрмейміз. Вообще біз бұндай бар келді білмейміз ғой. Негіз білеміз. Мен көрсеткем ғой асыныз ғой осындай әшкілер түрін көрсеткем. Ол кезде жасмин тамик аштым. Сөйтіп асыныз қызығып кетті да. Бір нәрсе дедің е. Сөйтіп бүгін есімізге Сосын айын айтты, балкон тұрын көрдік те сол қызық екен деді. Соны көрдік, сосын кейін. Қызық. Біз балконлар сосын төсек үлсінде істедік. Иә. Өткен біз жерге түскенде біртүрлі көрінеді. Жерде жүріп, мұндай диван үстіне отырған зор ғой. Жартысы диван үстіне отырған армандайды. Шынымен. Біз армандағанымыз кетіп қалған уже. Андай самолетке мінуге арманымыз қазір. Біз екіде де не бар. Біз үйде 3 диван бар да, оның 2 диванды аласатсақ, бірақ диван қалды. Бұлардың дивандары үстіде, астыдан де сабақ оқитын, киімде тұратын жер. Иә, киім, сабақ оқитын деді. Неше астыда диван болу керек қой. Мұны қасындағы иә, андай киім сататын, мұнда жанында болу керек қой. Біз ана диван білмеймін ғой, папа. Біздің Алматыдағы үйде иә, саяқта қалып кеткен ғой диван. Сөйтіп астынаған біреу әкетіп қалған ғой диван. Үйде төсемегенбіз, папа төсемеген. Сондай ғой. Сөйтіп сондай қаламыз астын. Күшті болған қазір асты. Мен шынымен астыда осындай шкафпен не тұрады, сабақ оқитын. Сабақ оқитын жер тұрады. Сосын зор болып көрінеді. Бүкіл сондайға қызығады ғой қазір. Біз ондайдан өтіп кеткенбіз қазір, достар. Мә, қашан андай таусамалына барады екенбіз. Мен соны армандаймын да жүрмін. Біз сәуірде таусамалға барамыз. Сәуірдің жиырмасы. Біз 4-ші партовпыз. Бірге. Біреуде қасымызда. Иә. Бірақ біздің қасымызда ұйықтамайды ғой. Олардікінде ұйықтайды. Иә, олардікінде ұйықтайды. Кішкене көзім түсіп кетті осыны жеймін. Шошып кеттім ма? Ке салайық. Бұның өзіңкі бар ғой? Сала бір.
Çok iyi kaldı. Жарылдым су ішіп отырамын. Түкіргенде болмай кетті ғой. Айтайын, біз ана арадағы баспалдаққа түсе аламыз, бірақ жерге түсе алмаймыз. Сол үшін сояққа тұрып үстімді қағып аламыз. Өткен заттарды да жерге қоямыз, сыймай жатқан. Телефонды жатып көреміз ғой, қызықтырып. Ақпатшы біз розетка бар ғой. Сыра кішкене уақыт өткізіп алайық. Сосын көреміз. Көреміз шу деп қойсын. Мына подписа етіп қойыңыздар. Асылназбен Аяна. Ойбай, диванның үстінде 2 сағат деп жазамыз. Екеумізде мелкеміз. Сосын бірінші атын айтады. Иә, осы онда. Аяна мен Асылназ деген біртүрлі жарыс қалды. Бұл үлкенменен, бірақ екеуміз де 2015-біз. Мен 4-ке өттім, бірақ бұл 5-ке өтті. 4-те жылаған ғой, иә. Бүкіл қыз. Бірақ мұны дұрыс жылай алмаған. Өткен апайы бұлардың көршісі. Күнде көреміз ғой. Неше болды саған? Қысым. Алла. Аллахың шүкір. Бәрі тоқынып қалды, астына жесақ. Бізге негізі сабит керек жоқ, біз аузымызды бұлдырасақ кете саламыз ғой. Шоңғы. Мен просто астына түту керек келген. Бізде әлі пончик, яшкино бар. Ажиын жоқ. Я он, қарнымыз қатты ашып отқанда өткен мұнан адам қарны тойдырады ғой, сол жерде жейміз. Тамақ кезінде, завтрак кезінде жейміз. Өзімше ойнай берейін енді. Ұрып атырлам. Мыналарды сатамыз кез. Мен келем, маған сен сатушы болсын. Еде сен адам болсын. Келесің ғой кез. Келдім. Саламатсыз ба? Қайсына аласыз? Ашы. Қанша? Біреу. Мына отан ба? Я, качышқы төледі ма? Иә, төліне. Қай жерге өткізім? Әкеңіз. Құрсын қай қойыз. Качышқы төлейсің? Ашсам, қоша ойнар қойып. Мен өзім берем. Мен ашшыге маған қызығып аша келіп отырмын. Аша берейін ба? Иә, аша бер. Қаша келіп алу керек еді. Көтім қыбыржымен мына жеткен бояп тастам. Тоқмастан. Ашсын әлі. Ашына кетті ғой. Босар таста. Аспапсы ғой. Миллиметр атты. Нан қараңыз, қисық болып шықты. Сім-сім кетпесе бағаны. Қан. Тісіме өшіп қалдым. Бізге шықты кетешіміз. Бұл ашшы да емес, қосыртында ашшы деп көрсетеді. Бірақ ашшы болады, орта жағында. Әйтеуір жесем ашшы да болмайды ғой. Анда алып көрдік қой өткен. Сен көңілі ашшымыз ғой. Ашшы ма? Сол қайшы ларада болса қошы. Сен сәл жақында отырш. Көрмей атсың. Мен ауылында бүйтіп отырған қалай өкітті. Түстім мұнан қалай шақты кен. Ашылды. Қан. Şimdi kıtmı var ya. Bismillah, Allah. Adam korkutucu mu? Dinliyor adam şuştu. Adam zerresini aldı mı? Al жибер. Görüş hoşuna ne? Biz aşçı kattılar biz Kumarımız koy biz aşçı gereken. Kolçunmasımız көп болып кеткен. Krab жақсы көретіндер біргеміз ғой. Аузыма тұрып қалды уже тамағыма тұрды. Сол жоқ тұрмыз еді. Қойшы деймін. Достар,
Кім әшіге құмар комментке жазып кетіңдер. Плюс қалдырып кетіңдер. Иә. Сосын кім бізге сұрақ қояды, соған біз лайк басамыз, Сол затты түсіреміз. Асылымызды үйге шақырып аламын да. Қажетке далада ма? Бізге айтыңдар любой кезде. Бірақ балконнан басқа. Балкон жоқ, Терезер жоқ. Терезер болса болды. Терезе. Машина жоқ сосын. Басқа бәрі бар, бірақ магазинде далада отыру деген. Көшеде отыру деген жоқ бірақ. Бірақ терезеге ысып отырамыз ғой біз, Алдында же. Достар, бірден бізге тіркеліп, подписация етіп, сөйтіп кетіңіздер. Біздің бірінші істеп отқан өзіміздің ойымызға түсіп кеткен бұл. Өзіміздің ойымызға түсіп кеткен нәрсе болған. Анды жасымен көмек көрсақты. Бізде болғымыз келді деп істеп жатырған жағдайымыз бар енді. Мен сразу екеуден жатырмын. Мен әшірейін любой моя нәрсем ғой. Мен жатшымын, арада жатты бардым. Ана алып басқа жаққа қойып еді, төбе ғана түсіп отыр. Қанаяққа? Мұнаяққа. Достар, кәсіздер тұрыстап істетті. Солам. Телефонда. Вот. Еді ол, Сападағы сағынышым, жамандықты жастыратын қолданышым, жақсылық аттыратын жолданышым. Ана жастыққа қойшыланды. Күнде арқалап жеңіл ауыл, боласын шатырым дұрса да ол. Ана жастыққа десем қаға ойып атсың. Кәчеме жатаме. Байнан қойып алам да. Жастық ба. Аяқты деп бірақ шығара береміз. Алшы. Айтса, симаймыз біз бұға. Ана қойсаш бос жерлерге қойшы тұрады. Бұл менің жастығым басады. Қағарысы кереміз. Боса жатып ба, сен жаққа алыс оқат ба, алып басқа жаққа. Қали жатшы. Мұна заттар. Үстіне қарап қоя берекші. Заттар қадышы, бүйте тұрақ. Жерге қотырақ та нақыр. Жоқ, Қазір сүймеймін сол. Сен көрмей қаласың ғой. Жоқ, көріне берем. Деп басты. Рахат әшік. Қазір. Бірден сосын дейді. Мұна. Бұл камерадан андай сияқты көрінеді, бірақ әші бұл. Әші деп па қызыл. Қызыл күшті, бірақ майы жоқ. Кайф, оны. Кайфтың атасы ғой. Мұна краб күшті ғой. Кім жақсы көреді, комментке жазыңдар. Плюс қалдырамыз. Плюс емес, азайту қалдырамыз, азайту. Кім мұна бүкілін жақсы көреді. Сон бүкілі 10 нәрсе жазыңдаршы. Елі қисық болып қалды. Сонда видеоларыңа, TikTok'та аккаунттарың бар ма, соны қалдырып кетіңдер. TikTok емес. YouTube. TikTok аккаунттарын қалдырып кетіңдер. Мұна бүкілін қанша нәрсе жазасыңдар, сонша видеоларыңа лайк басып тіркелеміз. Бірақ боқтап, өтірік. Абай деп жазыңдар. Боқтауға болмайды, достар. Айтып кетейік осы жерде. Бұл әшіне қоятын тасып қатқа басқа. Сосын жеме, жамай, қанын жасыл. Сол ме? Сол, бұл да тасып қасашы. Осы жапанкынан жемен көпші. Сода мен айырым шығарып жатым, айырым шығып кетті. Мені шығарып жей. Әйтсе мен сендерге көрінбей кеттім. Азым ғана көрініп тұр ғой жағынан. Сәл жақылап жаңа. Дубайға барған нәрселерге қызығып кетеміз біз сендерге ше. Дубайға, біздің сыныптағы бір бала Дубайға барған. Бізге ручкадан әкеп берген. Күлімізге. 2-ші класста. WhatsApp-ын көрсетемін. Телефон тұрар.
Сол біздің мектептегі бір қыз жақсы көреді ғой. Тарих қойш аяу деген сақтарда қып өшіп қойып та ашып кетер білмейміз. Соғы. Олар өткені бірден 12:00-де шығып кете береді. Біз бірден уақытымен азанда 24 сағат деген азанға шейін отыру керек қой енді. Иә. Шынында 24 сағат түнгі 00-де бітіп қояды. Иә. Бірақ түнгі 00-де бүкіл ұйықтамай ма? Олар түнгі 11-де өшіріп қояды да. Шамалы 10 минуттай жүреді да қайтадан шығып кетеді екен. Шынында. Сондай. Иә. Өйткені ол соңғы жағын түсінбей қалады олар. Білеміз ғой жаттауыз көріп жүрген киномыздың бүкіл сол болып кетті ғой қазір. Сен жақындатшы. Сен көрмей қаласың. Жақында. Анты да жақындат. Анты да жақындат. Маған келмес екен онда. Жастығым бар деп көрсетті. Аудан келіп жатса, Ойбай. ашып жақын. Кішкене ғой. Аузым ашып кетті ғой. Заттар әкел, мынақа қоя тұрайық та. Сиямай. Көп күттік я. Аузым запшы. Істеп қалғанымшы. Олай. Аузым кетті ғой. Бізде TikTok аккаунт бар. Сенде бар ма? Жоқ. TikTok бар, бірақ жоқ. Roblox кімде бар? Айтыңдар. Ник беремін. WhatsApp нөмірлерің болса, астыға комментке қалдырыңдар. Біз WhatsApp нөмірлеріңді аламыз да. Сендерге Roblox'тағы нигімізді айтамыз. Бірақ менде телефон новый, сол үшін WhatsApp нөмір жоқ. Маған жазыңдар. Я, маған жаза беріңдер. Менде бар. Я, сіңізді. Екеуміз ауысып ойнай береміз мекін. Roblox бар ғой? Я, бар ғой, бірақ никтерімді маған қалдыра беріңдер ме? Астыңызға да бере беремін мен артынша. Бұл керек заттарымызды ғана алып қаласың ақшы. Керек еместер. Дәу заттарды ғана жібердік. Апасыш. Бұны төгіледі. Бір тұрады. Ар бетіңе қоя тұрасың. Төгіледі ғой жас. Бұны ойнаймыз. Розетканың үстіне басықшы. Түсіп кетті? Түскен жоқ, мұны құлап қалды. Тұстан шыш кетті ғой. Жерге түсіп жүреді, е? Ой, түсіп кетті деп жатыр. Бісміллә, алып өші өтеуірсін. Мұна кеселерді мұнақтарға қоя тұрайық та онда. Жақындатайықшы алтағай. Біз алдымызды босатып тастадық. Кесе қоятын жет таптым. Мұна кесе қоятын жет. Әке оны ары бетке қойсай ма? Ашы жүйсей? Мен үштен достап отырмын. Мұна астынан қойсақ та әйтсе ыстық болып кетеді. Жоқ, қой жазады ғой. Ыстық болып кетеді ме астынан қояқ та? Сосын мұздай болып тұра береді. Білмеймін, маған бәрібір. Әпер жер жасасай. Нені? Вакастың мұздай болып тұрады да яз. Әйтсе күн бізде жанып тұрған жаңа қорғанда. Қызылорда облысы жаңа қорған ауданы. Бұл ауылды вообще ешкім түсінбейді. Біздің негізі сендер қала осы ауданымызды түсінбейсіңдер, бірақ сендер келіп көрсеңдер, бояқ деген зор ғой енді. Келе қойсыңдар жасың. Я не сонда. Жұмыс есіне қалам. Бұзы тұзасың. Даланың жұмысын емес, бір өзім істеймін. Жол тұзақ істемейміз ғой? Айын әсірі күткен. Надан бері сақта. Көрмес ба? Анаға қосыш. Келешегі өзім ала аламын мен? Ыдысты бер.
Мен лача ойнайттым мен. Лат жауып бітті уже. Ананы біз соңында ойбай соңында қалғанда ғана жейміз. Әлі ашпаймыз бұны. Таусылып қалды уже бізде. Лат жауып. Өзім де аламын. Вот алып қойдың уже. Что жеп жатсың? Астым Ана ашының күшіні қандай? Түзу. Дәнді ма? Дәнді күшті да. 130 теңге аласың ба? Красиво. Ойында. Қас біле қанша ормен? 1000 теңге. Әдісті бәрі. Ne ödüsü bir küt Қас bize. 1000 теңге ормен де қосма қас біле 1000 теңге жоқ. Hiç айтқансың ба? Таксиді кім төледі сонда? Böyle. Lan бәрі қанша теңге болды? Kim benim şaşım bayqab отыр? Жаңадан бері. Асныңызда. Жаңадан бері шашым көрсетіп отыр. Ешкім байқамай отыр. Айтайын ба? Кім менің шашым түсінді. Мен көзімді кеше ғана бояп тастағанмын. Мал ұқсап. Мен сары деп ойлағанмын ғой. Бірақ бұны жуа берсе сары кетеді. Тілдің. Шашып кеттік уже. Іш пісті я. Öldük. Мен сендер 1000 теңге алдыңдар ма? Мен 6000 бар. Нағын бәрін бар? 6000 бар. Bizde мың 145 теңге. Болды бәрі. ya hey 1200 1200 теңге бәрін соң кейін 50 теңге сен любиңді алып бердің соң 5 теңге қалды 5 теңге. Sadaqaға. Онда бәрін болса маған люби алып беремін да. Ya. Мен ит ұстап қалдым ма? Бұла ит ұстауға болатын болса бірақ сағыза келетін жоқ қой. Үй бәперім деп. Арды да ақылы. Люби алып Дұрыстап жатып алайық құрсын достар. Сөйтіп қосылсам ба? Эфир ма? Эфир. Ya эфир. Өтірік. Да. Менде мұншымда аккаунт бар соны саламыз. Эфир емес қой. Видеоға шейін Ya видео соны саламыз. Соған. Атымыз Асназ бен Аяна Айбай диванның үстінде 2 сағат деп қоямыз атын. 24 сағат қой. Ya. Біз Суларың бар ма? Ya бар. Қан? Кәдімгі таза су. Ақ. Қара су деген. Мен ақ су бар. Еш айтшың қайда? Сен көріп қалмасын. Толтырғам 52. Ya тоқ. Ya. Тама жеп алдық дейсаңыз. Нанға майонез жағып жей салдық дейміз. Достар, шашылдық өзі. Ұйықтап алшы. Ұйықтамай. Сонда? Ұйықтау үшін осыған жоқпыз ғой бұны. Сонда 2 сағат әлі өтамай жатыр ғой. 3 сағат болса кетші. 3 сағат? Мақұл. 3 сағат қалатын болдық достар. Сағат 1 болды ма? Иә. 3-те аламыз. Достар менде WhatsApp'та біреу жазып отыр. Сағат 3-тен 45 кеткен кезде шығамыз. Я? Шынымен менде WhatsApp'тан жазып отыр, я? Достар, шындарыңды айтыңдаршы, кім кішкене кезінде өстіп қояды да деп сөйлейтін болған. Мен ғой. Ондай емес. Сондай болған кішкене кезінде ручкін деп қойғанда. Қайдасыңдар достар дейтін. Бля. Мен уақытамаймыз. Бұрынғы кез кайф еді, я. Телефонсыз, я. Қазір адам кішкентай алдым. Көрі телефонға жатып алған ғой. Біз телефонға жатпамыз. Су атсамыз. Сосын 1 сағат телефон көреміз. Сосын ойнаймыз оқы қалғанша. Сосын сотқа көрмейміз, я. Асыңыз, я. Біз сондаймыз өтер. Күшті ойлаймыз қой, жасмин. Жасмин! Қатты қош! Жасмин! Дай міне ғой. Жоқ, ақбозат менің тұқпан. Саңа!
Jasmine! Ебин ұмытып кетіпті. Достар, біз өлең қоямыз. Дай міне деген. Ja, дай деген. Не бересіңдер? Кешке бердік қой. Ол дала жинап алып несі ғой? Сөйтсе ол көп қой. Лүпи бердім ғой. Дала ашып ғой. Лүпи көп қой, лүпи бердім. Мен ит ұстап қалдым. Ол ит азатай қойса, азатай уақытсан. Еще біреу ағыл. Біз шо зыттықта қаттен зыт келді. Жүгіл. Достар, бұл екінші част күтпеңіздер. Видео ұзақ болып кетті, үшінші шығарасың ғой, осы. Тартыр 50 кеткенде істейміз. 1 сағат болсын ба? Бұл 4 част болатын болып тұр қазір. Өткені, 1 сағаттан тоқтатып істетіп отырып біз өткені. Бізге 1 сағат болуына әлі 14 минут бар. 14 минут қоямыз, сосын көшеміз, қайттан қосамыз өткені. Біздің памятымыз одан самайын толып кетеді. Мекі ондай көп көтер алмайды. Мекін сырты айфонға ұқсайды, бірақ айфон емес. Redmi. Өлі көзім пісті мына пісті. Телефонды әпер жүрші. Көзім бір бәлі көрінеді. Әперме. Көзім андай бір андай бар ғой. Бақ. Бүгін бір видеоға түсіп атпайын ба, достар? Сөйтіп, видеоға түсіп, залтамда бір өзім тұрмайын ба? Бір эффекті кеп қамы, дәл қасынан біреу тұрады көтіп. Телефон уақытым жүріп, мүретте зыттым ғой, бля. Қосшы анаға. Көтім ашында соң. Телефонды жәншіке тұра әкел. Тарта бер. Мен шығар болақ. Жаман болып қалды, оны артынан қойық бұлай. Мына мүнеге болады, Айтса қолым жетпейді мен. Просто түсіне ғой. Қырық болыпты ғой. Асыназың телефоны күшті. Осындай телефон ұнайды маған. Күшті ғой. Просто қатып кете береді. Телефон өліп, қаттан кірілетін болса, қатып кете береді менікі. Телеграм бар ма? Менде бар. Ютубтан қоса салам. Ана бар ғой. Анел. Бірақ көріп тұтамыз, көре берекші. Мен көзім шықсам болып жылағанып кете береді. Телеграм. Сондай болған қазір. Просто телеграм тартам ше. Тамаш болған екен. Ұйқым өп кетеді ғой. Сөйткеннен кейін де мен жылағанып кете Мен береді. просто ше телеграм тартайын десем, менде номер жоқ, өйтіп оған код барады, сосын ашылады. Сол үшін біз ютубтан Тамаш болған екен. Ұйқым өп кетті ғой, сөйтіп болған екен. Өзімен өзі жасап алып кетеді. Жасыммен тамақ қосылсын. Білеттер болса, білем деп жасып кетті. Бүкіл бұрын жақты олар да. Сөйтіп жылағанып кете береді, жылағанып кетті. Достар, бір бәле көрсетейін ба қолымды? Көрсетейін ба? Қараңдар, таңғы 6-тан бастап түнгі 24 сағат бойы ұйықтамаймыз деген сап қойыпты. Қолымды көрсетейін ба? Достар, мұнасы көрсетейін ба? Бірақ одан қорқамаңыздар. Кішкентайлардың көзін жауып сөйтіп дайындаңыздар. Қорқатындар да бар одан. Біздің ауылдағы жартысы қорқатар кішкентайларды. Міне. Қолым кесілген. Бір аяғым өсіп, бір аяғым өспей қалған. Өтен қолыммен аяғым жабысып өскен өзім. Сөйтіп мұнау аяқпен мұнау қол бір-біріне деп жабысып өскен ғой. Сөйтіп кішкене операция істеткен. Уже 5 рет операция істеткен мен қолыма. Негізі мұнда сондай қолы болу керек. Бұны Астана істеген ғой дұрыстап, маған әже етті. Мына қолда сондай болу керек қазір. Кішкене кезінде мен тырнағым мұндай ақ болған. Осы болды. Кішкентай болған. Мынада кішкентай болған тұғын. Бірақ ол өсіп кетті. Осы мен шығау.
Біз іш пыстық, анел көргіміз келіп Бүгін кетті. біз сіздерге интернет желісінде хит болып жатқан үзінділері тараған Анель киносына шолу жасайтын боламыз. Ескерте кетейін, бұл кино өте қорқынышты болғандықтан жүкті әйелдер мен жүйке жүйесі нашар адамдарға көруге болмайды. Бүгін Анельдің туған күні, ол 12 жасқа толып жатыр. Отбасы және де жақын достары мен туыстарының арасында көңілді кеш өтіп жатты. Бір кезде свет өшіп қалады. Әкесі барып оны жөндеп келеді. Осы свет жанғаннан кейін Анель өзгере бастайды. Яғни ол бірден өзінің мазасы қашып тұрғанын айтып, және де өзінің комнатасына кетіп қалады. Осылайша туған күн ерте аяқталады. Барлық достары үйлеріне қайтып тарқасып кетеді. Және де комнатасына барып, апасы, мамасы және де әкесі Анельдің жағдайын сұрай бастайды. Анель аздап жүрегінің айнып тұрғанын айтып, жатып қалады. Ас бөлмеге барған кезде оның апасы Анельдің жай қыз емес екенін, олардың әулеттерінде бір қасиет бар екенін айтады. Пиясты болып тұра Ал мамасы салады. бұны қабылдағысы келмейді. Барлығы өз бөлмелерінде жатып қалады. Және де түннің ортасында Анельдің мамасы әлі бірде бір оны шығармаған кино. дауысты естіп Киноны оянып кетеді. шығармаған. Шығып жан-жақты қарай бастайды және де ол дыбыстың ас бөлмеден шығып жатқанын естіп, сонда барған кезде ол Сүрсі. Ай! бөлмеде қызының бір нәрсе жеп отырғанын көреді. Сол кезде қызы есін жиып, онда қалай келгенін білмейтінін айтады. Анасы қызын бөлмесіне апарып жатқызады. Сол кезде қызы маған қатты қорқынышты дейді. Не үшін деп сұраған кезде мені біреу шақырады дейді. Және комнатаның бұрышына қарайды. Анасы қызы ұйықтап кеткенше осы түні қызының қасында жатады. Қызы ұйықтап кеткеннен кейін анасы келіп өзінің бөлмесіне жатады. Бір сәтте есік ашылып, ішке Анель кіреді. Және де ол анасына қарап, мен барлығын білемін дейді. Түсінбей қалған анасы жарықты жаққан кезде ешкімнің жоқ екенін көреді. Таңертең еш нәрсе болмағанда қызы таңғы ас ішіп отырады. Және де анасы да мазаламайын деп оны мектепке апарып тастайды. Мектепте мұғалім сабақ түсіндіріп тұрған кезде Анель өзімен өзі құмалақтарын шығарып бір нәрсе істей бастайды. Ескерту жасаған мұғалімге тіпті қарамайды басын. Бағданы бір ұрған мұғалімге жоғал деп айқайлаған кезде қатты дауыстан тіпті столдың өзі жылжып кетіп, қыздан өте қорқынышты жуан дауыс шығады. Мұғалім бірден сескеніп, қыздың анасын шақырады. Және де болған жағдайдың барлығын айтып беріп, қызды дәрігерге немесе басқа маманға көрсету керек деп айтады. Анасы бір шара қабылдаймыз, кешіріңіз, мен қызды бүгін ертерек үйге алып кетейін деп, қызды алып үйіне қайтып кетеді. Жолда мектепте не болғанын сұраған кезде қыз білмеймін, ешнәрсе есімде жоқ деп жауап беріп үндемей отыра береді. Үйге келгеннен кейін олар түскі ас ішуге кіріседі. Осы кезде ас бөлмеде қызы үй қызметшісіне сен Аллаға сенесің бе деп сұрайды. Я, әрине деп жауап берген кезде онда неге бақытсызсың дейді. Жоқ, мен бақыттымын деп жауап берген үй қызметшісіне қалай бақыттысың, сенің не семьяң жоқ, не балаң жоқ, ұзай қартаясың да өлесің дейді. Айтсың, Анель аузыңды жап деген кезде анасына қарап, дұрыс қой, қарашы менің мамам қандай бақытты, үй қызметшісі бар, жұмыс жасамайды, отбасы, бала шағасы бар деп жауап береді. Ұрысқан кезде Анель орнынан тұрады да кетіп қалады. Комнатасына кіріп отырады да ол сол баяғы бұрышқа қайтадан қарайды. Ас бөлмеде тұрған анасы қыздың бөлмесін әлдебір дауыстарды ести бастайды. Дереу комнатасына барып есіктің сыртынан тыңдаған кезде қыздың күліп біреумен сөйлесіп жатқанын естиді. Осы кезде есік ашылып Анель, ұялмайсың ба мама, неге тыңдап тұрсың деп есікті қайтадан жауып қояды. Кешке әкесі жұмыстан келгеннен кейін барлығын стол үстінде айтып береді. Және де дереу Анельге доктор шақырып оны тексертіп алайық деп ұсыныс айтады. Әкесімен сөйлескен кезде мектепте ол жай ғана мұғалім ойдан шығаратын сені және комнатаңдағы дауыстарды айт деген кезде анасы жай олар менімен ойнағысы келеді дейді. Әкесі анасының айтқанына келісіп ертең барып дәрігерді шақыртатынын айтады. Және де түннің ортасында тағы да олардың бөлмесіне Анель шығады.
Сол кезде бірден оянып кеткен анасы оны тағы да аз үйден тауып алады. Бұл жолы ол кәдімгі тамақты емес, шикі етті жеп отырады. Және де дереу оны анасы құстыртып, аузын жуып, бетін жуып, қайтадан оның көңіліне жібереді. Бірақ бұл жағдай күндегіден өте қорқынышты болған еді. Қысы ұйықтап қалғаннан кейін бөлмеден шыққан анасы тағы да әлдебір дыбыстарды ести бастайды. Ол дереу келіп күйеуіне барлық жағдайды айтады. Мен бір нәрсе естіп жатырмын дейді. Және олар төменгі қабатқа түскен кезде өздігінен қосылып кеткен телевизорды көреді. Оны өшіріп барлық жағдайды естен түседі. Ертесіне үйге терапевт врач келеді. Және ол қортындысында қыздың ай кезбе болуы мүмкін екенін айтады да оған дәрілер беріп алады. Ол шай үстінде енесі мен күйеуіне бізге терапевт емес, бізге психиатр керек деп айтады. Жолдасы оған да келісіп үйінен шығып кетеді. Ал бұл сәттің барлығын қызы терезеден бақылап тұрады. Таңғалып отырған анасы қыздың бөлмесінен әлдебір дыбысты ести бастайды. Және оны үй қызметшісі де естиді. Екеуі бірге барып көрген кезде комнатаның іші астан-кестен шығып, қыздың белі майысып, және де анасына қарап есікті жап, жуан дауыспен айқайлайды. Бұл оның көріп жатқан түсі екен. Және қатты шыңғырып оянған кезде оның даусынан оның енесі мен үй қызметшісі жүгіріп келеді. Анасы бірден барып бөлмеге қарайды, бірақ бөлменің ішінде еш нәрсе жоқ, және де тап-таза қалпында отыр екен. Анасы үй қызметшісіне сен мынаны көрші, менің байқағанымды сен де байқайсың ба деп ертіп апарып бұрынғы Анель туылған кездегі ескі видеоны көрсетеді. Қара, мына жерде оның құлағына сықырлап бір нәрсе айтып жатыр. Не айтып жатқанын естіші дейді. Біз үй қызметшісі қандай да бір дұға секілді, бірақ анық естілмейді дейді. Осы сәтте комнатаға апасы мен Анель қарап тұрады. Олар дереу телевизорды өшіріп, мен жай ғана үй қызметшісіне көрсетіп жатқан едім деп жауап береді. Ас үйде апасы, мен саған айттым, бұл қыста қасиет бар, сенің мойындауың керек деп айтады. Әрине оны анасы мүлдем қабылдағысы келмейді. Осы кезде үйге әкесі дәрігерді ертіп келген болатын. Дәрігер қызбен жеке сөйлеседі. Осы кезде қыз мен анамнан қорқамын деп айтады. Сосын сіз не үшін келдіңіз, мені емдеу үшін ба, әлде мамамның жан тыныштығы үшін келдіңіз ба деп сұрайды. Дәрігер нәтижелерді күйеуінің почтасына жіберетін болып бірден үйден шығып кетеді. Ал бұл жағдайдың барлығын Анель әдеттегіше терезеден бақылап қарап тұрады. Кешкісін қызынан доктор саған не айтты деп сұрап жатқан кезде әжесінің оған онымен айтпа дегенін көрсетіп жатқанын байқап қалады. Осыған ашуланып кеткен анасы енді ұрсайын деп жатқан кезде оны үй қызметшісі шақырып қалады. Үй қызметшісі оған абайлаңызшы, мен мына затты сіздің бөлмеңізде кроваттың астынан тауып алдым деп көрсетеді. Атадағы затты ашқан кезде ине тығылған қуыршақты көрген кезде бірден оның жүрегі солап қоя береді. Және олардың астарынан әжесі мен жаңағы немересі келіп, сен неге қайтпай тұрсың деп үй қызметшісін шығарып жібереді. Оның кетіп бара жатқанын терезеден енді екеуі бақылап тұрады. Енесінің екінші қабатқа көтеріліп кеткенін пайдаланып, ол бірден оның комнатасына барып, ақтарып іздей бастайды. Сол сәтте ол қуыршақ және де жіптер мен инелерді тауып алады. Кешке күйеуі келген кезде мен саған айттым, сенің анаң сиқыршы, қара маған не істеп жүргенін деп көрсетеді. Осы сәтте ас үйге әжесі мен немересі кіріп, және олар оған сен кінәлісің деп айта бастайды. Және де есіктердің барлығы кенеттен өздігінен ашылып жабылып, қатты үрей туғызатын қорқынышты дыбыстар шығады. Бұл оның кезекті түсі екен. Шошып оянған сәтте ол баланың төсегін және де кішкентай баланың үстінде ешкінің тұрғанын көреді. Ал ешкі болса баланың даусымен жылап тұр. Ол қатты қорқып кетіп, оның даусына барлық үй ішіндегілер келеді. Және де ол күйеуіне бөлмедегі көргенін айтады. Комнатаға кірген кезде күйеуі еш нәрсе жоқ деп қайтадан шығады. Әйел болса тағы да бір тықырларды ести бастайды. Және де ол ас бөлмесіне түскен кезде онда енесінің бір қуыршаққа ине тығып жатқанын көреді.
не істеп тұрсыз сіз, мен білгенмін сіздің осындай нәрсемен айналысатын сиқыршы екеніңізді деп айқайлай бастаған кезде екінші қабылеттен қайта шығады. Ол жүгіріп көтеріліп жатқан кезде өзінің комнатасынан келесі комнатаға жүгіріп өткен қызын көреді. Және де артынша комнатаға кірген кезде ол қыз ғайып болып кетіп, ал есік болса тарс жабылып қалады. Ол қорыққаннан дереу телефонның фонарын қосады. Және де ол есіктің жарығынан толтырылып әлдебіреулердің жүгіріп жүргенін естіп, демін ішіне тартып қалады. Осы сәтте оның артында әлдебір үлкен нәрсе пайда болып, ол жаймен иығына қараған кезде қап-қара үлкен денелі бір құбыжықты көреді. Осы сәтте есік ашылып ішке күйеуі кіреді. Және де